Сіздердің назарларыңызға астық өнімдері және өңдеу өндірістерінің технологиясы кафедрасы Алматы технологиялық университетінде жасалып жатқан нан өнімдерінің тағамдық құндылығын жақсарту бағытында жүргізіліп жатқан ғылыми жұмысымызды ұсынамыз. Бүгінгі жасалатын жұмыс техника ғылымдарының кандидаты, ату профессоры Молдабек Баян Жақсылықованың басшылығымен жасалып жатқан ғылыми жұмысты сіздерге ұсынамыз. Жұмыстың тақырыбы қарақұмық ұны қосылған кекіс өнімдерін жасау. Бұл технологияның дәстүрлі технологияларға қарағандағы айырмашылығы, кекіс өнімдерін жасаған кезінде негізінен бидай ұны қосылады. Біздің ғылыми жұмысымыздың ерекшелігі қарақұмық ұндарын тиісті қатынаста қосу арқылы кекіс өнімдерінің тағамдық құндылығын жоғарылату, дәруменді құрамын жақсарту, минералды заттармен байыту. Сіздерге ары қарай осы кекіс өнімдері, қарақұмық ұны қосылған кекіс өнімдерін жасау технологиясын кафедрамыздың магистранты Роза Бек жалғастырады. Қарақұмық ұны қосылған кекіс жасаймыз. Оның құрамына біз ең бірінші бидай ұнын қосамыз, және соның қатынасына, 1/3 қатынасына қарақұмық ұнын қосамыз. Және ол кекіске бізге жұмыртқа керек, сосын қаймақ керек, сосын май керек, және де разрыхлитель. Осыларды қосу арқылы біз қарақұмықтан жасалған кекіс жасаймыз. Кекіс 20 минуттың аралығында пісіп үлгереді. Және бетіне біз кәдімгі семечкенің дәндерін уатып септік. Сосын гречка ұны осы біздің кекіске қоңырқай түс беріп тұр.